Саламатсыздар ма? Мен IT мектеп лицей коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Нұрғалиева Лаура боламын. Бұл менің олимпиада жарысындағы алып отқан үздік оқыту технологиясы бойынша скафолдинг әдісін алып отырмын. Бұл скафолдинг әдісі бойынша IB ұстаздары, IB мектеп, яғни Астана қаласында орналасқан мемлекеттік мекемесінде қолданатын әдіс. Бұл әдістің өзектілігі, жалпы бұл әдісінің өзектілігі оқушылардың танымдық дамуы деңгейіне сай оқу тапсырмаларын кезең-кезеңмен меңгеру бағытталған қолдау тапсырмалары, және де бастауыш сыныптарда бұл әдіс ең өзекті болып келеді. Себебі бұл кезеңдерді былай 4 кезеңмен бөліп отырмын. Оқушылар жаңа ұғымдағы өздігінен бірден түсіне алмайтын уақытша қолдауды қажет ететіндіктен, және де қиын тапсырманы қарапайым бөліктерге бөліп, оқудағы сенімділікті арттыру. Үшінші тәсілінде бұл мұғалімнің бағыттауымен оқушы біртіндеп тәуелсіз әрекет етуін үйренеді. Және де төртіншісі қолдау түрлері, яғни балаға сабақ барысында визуалды көріністер, тағы да басқа да іс-әрекеттер арқылы балаларға қандай да бір логикалық ойлауын қалыптасуына, дамуына, функционалдық сауаттылықты, жеке жұмыс жасауына бағыт-бағдар беру. Бұл сабағымның мақсаты жалпы алып отырған жердегі оқушылардың күрделі ұғымды түсінікті етіп жеткізу, жаңа білімді біртіндеп меңгерту, мұғалімнің көмегімен оқушының дербес жұмыс жасау, яғни жеке жұмыс жасай отырып, барлық өзінің жұмыстарын нақты да қамтамасыз ету. Яғни бұл білім көбінесе сингапурлық методиканың бірден-бір бөлігі. Және де сенімділік пен қызығушылықтан арттыра отырып, әрбір жұмысында қателесуден қорықпауға, әрбір жұмысын нақты өзінің ойын жеткізе білуге, және де біз сабақ барысында ойлау, ұғыну, оқу дағдысымен қалыптастыра отырып, әрі қарай ойлау, зерттеу, талдау дағдыларын қалыптастыру. Және де бұл жерде тапсырманы бере отырып, бұл скафолдинг әдісінің міндеттері қиын тапсырмаларды бөліп беру арқылы оқушыны шатастырмай жүйелі түрде үйретуге, жаңа білімді жақсы қабылдауға көмектеседі, оқушының дербестігін арттыру, өз бетімен жұмыс жасауға үйрету, белсенділікті арттырып, функционалдық сауаттылықтарды қалыптастыру, өз ойын анық, дәлелді түрде келтіруге міндеттеледі. Және бұл үздік технологияның қалай пайда болу себебін айта өтсем, біздің жалпы сабақ барысында көбіне классикалық оқу әдістерінің шектеулері болады. Бұл шектеулерді ала отырып, дәстүрлі дәрістерді ақпараттың қабылдауы төмен болуы да мүмкін. Кейде кітаптарымызда, оқулықтарымызда ақпарат аз келеді. Сол жағынан баланың ойын форматты заманауи технологиялармен өмірмен байланыстырып, әрбір іс-әрекеттерді ұштастыра отырып, балаларды толығымен ынталандыру. Скафолдинг әдісі бойынша жалпы мен жаратылыстану бағыты бойынша алып отырмын. Бұл жердегі алып отқан тақырыбым өсімдік әлемін зерттеу. Бұл өсімдік әлемін зерттеу тақырыбы бойынша мен 3 мақсатты алып отырмын. Және де бұл 3 мақсатты бір сабақ уақытында толығымен меңгерілуі қажет. Және осы сабақтың барысында өзіне ыңғайлы етіп осылай кесте құрып алдым. Яғни сабақтың кезеңдері тақырыппен таныстыру, жаңа білімді меңгеру, тәжірибе, ұғыну сияқты, және де сабақ барысында соңында талдау, қорытындылау болады. Бұл кестеде бірінші тақырыпты танысқан кезінде жалпы балаға бірден тақырыпты айтқан жоқпын. Суретпен, слайд арқылы суретті көрсеттім. Яғни мысалы өсімдікті зерттеу ғой менің тақырыбым. Бір ең алдымен тұқым суретін көрсеттім. Бұл болжауды сұрақтар қойдым. Балалар, бұл не? Бұл тұқым қандай, не өсіп шығуы мүмкін сияқты болжаулы сұрақтар қойдым. Және де ол баланың іс-әрекеті, бұл жердегі оқушылар болжамды түрде өзінің анық ойларын жеткізе білді. Яғни тұқымнан кейін өскін пайда болатынын нақты айта білді. Сабақтың өскіннен кейін сабақтың өсіп шығатыны, ал сабақтан кейін гүлдің пайда болатынын нақты өзінің болжаулы ойларын жеткізе білді. Ары қарай осы тақырыбымды ашу барысында осы тақырыбымды түсіндірдім. Яғни өсімдік
өсімдік әлемін зерттеу деген тақырыпты аштырдым. Әрі қарай жаңа білімді меңгерту барысында мынандай қадамдық түсіндірме бердім. Яғни видеороликте көрсеттім бұл жерде тұқым отырғызылуын, тұқым өсіп шыққаннан кейін қандай қызмет атқаратындығын барлығын толыққанды түсіндірме, яғни теория жүзінде түсіндіріп өттім. Әрі қарай балаларға жұптық жұмысын, топтық жұмыстарын әрі қарай жұмыстандырдым. Жұптық жұмыста қарапайым тапсырма бердім, яғни визуалды түрде балаларға топырақ пен тұқым әкеліп көрсеттім. Әрбір жұбымен отырып топыраққа тұқым егудің жұмыстарын жасадым. Бұл жерде сосын өздеріне де сұрақ қойдым. Топырақта тұқым егілді, өсімнің жақсы өсуі үшін болжауды сұрақ қойдым. Яғни бұл өсіп шығу үшін қандай іс-әрекеттер қажет? Бұларға жақсы өсірілді, су құйылды, басқа қандай құралдар қажет? Олар өзінің болжауды жұптық жұмысты орындай отырып, оларға болжаулы сұрақтар қойдым. Яғни осы тұқымды топыраққа еккеннен кейін қандай іс-әрекеттер болады, неше уақытта өсім шығып пайда болады деген сияқты болжаулы сұрақтар қойдым. Балалар өзінің әрекеті бойынша нақты болжаулы сұрақтарын жауап берді. Әрі қарай жұмыстарын бағалап отырдым. Топтық жұмыстарына келетін болсақ, бұл топтық жұмыстар жалпы мақсатымыздың екінші мақсатқа жүгіне отырып, әр топқа өсімдіктің маусымдық өзгерістеріне, қандай өзгерістерге ұшырауы мүмкін 4 мезгілге бойынша 3 топқа тапсырма бердім. Бұл тапсырмада бірінші топқа көктем бойынша, екінші топқа жаз мезгілі, үшінші топқа күз мезгілі бойынша тапсырма бердім. Яғни бұл жерде өсімдік қандай өзгерістерге ұшырайды, қандай өзгерістер болатынын сол әр топ басында жұмыс жасалып отырдым нақты түрде. Және де әр топтың топ басшылары келіп қорғады. Және де 3 топ басшысына қалған 4-ші мезгіл бар ғой бізде, қыс мезгілі. Соны топ басшыларына сұрақ қойдым, қай мезгіл қалып қойды. Яғни бұл мезгілде қандай өзгерістер болады. Яғни ол жерде нақты жауап келтіре білді балалар. Осылайша өзімнің мақсатыма жете білдім. Және де сабақта қорытындылау барысында әрбір балаға жеке тапсырма берілді. Бұл 3-ші мақсатыма сәйкес десем болады. Бұл жерде балалар жеке тапсырмада өсімдік мүшелерінің әрбір атқаратын қызметі бар. Мысалы, топырақтың қандай қызмет атқаратыны, сабақтың қандай қызмет атқаратыны, жапырақтың қандай қызмет атқаратынын нақтылап өтті. Осы іс-әрекет бойынша жақсы жұмыс жасалды. Оны алдағы слайдтарына көрсететін боламын. Ал сабақта рефлексия қорытындылау барысында 3 сөз арқылы рефлексия жасаттым. Яғни 3 сөз арқылы бала сабақтан не меңгерді, нені ұғынды және не қызықты болды, соны талқылау болды. Әрі қарай кететін болса, осы қолданылған скаффолдинг әдісі, яғни визуалды қолдау көрсету, сурет, бейне сызбаларды көрсетіп отырдым. Қадамдық бағыттау сұрақтары болды, нұсқаушы сұрақтар болды, үлгі көрсету болды, жұптық топтық жұмыстарды меңгердік, және де рефлексияға жетелеу. Бұған менің сабақ барысында қажетті құрал-жабдықтарымды қарап өтсеңіздер болады. Сабақ барысында ыдыс, классикалық суларды, ыдыс, яғни шөлмекті ыдыстарды пайдаландырдым. Яғни бұл жаңаға өзіміздің жеке жұмысымыз, жұптық жұмысымыз болды ғой. Сол жұптық жұмыста топыраққа тұқымның егу барысында қолдандық. Және де жаңа тұқым, топырақтар, ресурстар ретінде пайдаландым. Кететін болсам, әр сатыда өзімнің білу, түсіну, зерттеу, бақылау, талдау, қорытындылау және коммуникативті тағды бойынша әрбір критерий болып кезінде балалар жақсы жұмыстана білді. Мынау міне көріп отырғандарыңыздай менің жеке жұмыс сабақта қорытындылау барысында өсімдіктің мүшелерін ата және атқаратын қызметін сызба арқылы көрсету бойынша мынау жұмыс. Жалпы бейнені қарап отырсаңыздар, бұл сабақ барысында қолданған платформам, яғни бұл платформа 3D мозаика деп аталады. Қазіргі уақытта тым ерекше платформа қаласаңыздар, осы платформаны жақсы үлгі ретінде сіздерге ұсына аламын. Бұл барысында бұл өсімдікті нақтылай балаға қолжетімді түрде толық меңгеруге көмектеседі деп аталамын. Бұл жерде сабақтың барлығын айқындап көрсете алады.
Мына суреттерге қарап отырсаңыз, бұл біздің сабақта нәтижелі өткен сабағымыздың барысынан үзінді ретінде қарай аласыздар. Яғни мына жерде жеке жұмыс, топыраққа тұқым егу барысындағы суреттер, мынау жұптық жұмыс, яғни өсімдіктің маусымдық өзгерістеріне ұшырауының суреттерін бейнелеп тұр. Ал нәтижесінде балаларымыз жаңағыдай қорытынды сабағында айтып өттік қой. 3 сөз арқылы нақты балалар өзінің ұнаған сәттерін айтып өтеді. Жалпы бұл сабағының функционалдық сауаттылықпен байланысы оқушы өсімдікті қорғауды, өмірдегі маңызын түсініп, өз ауласында, үйінде, мектеп ауласында қандай нақты әрекет жасай алатынын ұғынады. Бұл оның қоршаған ортаға деген жауапкершілігін, экологиялық сауаттылығын дамытады. Қорытындылай келсек, мен бұл үздік оқыту технологияның скаффолдинг әдісін негізделген, яғни оқушыларға жаңа білім меңгеру барысында уақытша қолдау көрсету, біртіндеп сол қолдауды азайту, тәуелсіз оқу мен ойлауға үйретемін. Бұл тәсіл негізі Выготскийдің жақын арадағы даму аймағы бойынша тұжырымдамасына негізделген. Жалпы бұл қорытындылай келетін болсақ, бұл сабақтың барысында көбінесе әрбір тақырыпты жаңа. Бұл тәсіл Выготскийдің жақын арадағы даму аймағы тұжырымдамасына негізделген. Жалпы нақтылай өтсем, бұл скаффолдинг әдісі негізінде әрбір сабақты кезең-кезеңмен жеңілдету, тапсырмаларды оңтайлы тәсілмен жеткізе білу, оқушыларға қолдау көрсету, және де ең негізгісі төңкерілген сабақты ары қарай жетілдіру. Жалпы бұл әдіс, скаффолдинг әдісі менің өзімнің сабағымда өте нәтижелі болды деп айтсам болады. Яғни бұл сабақта көбіне әрбір тапсырманы болжаулы сұрақ арқылы барлық бала өзі белсенді қатыса білді. Ендігі пікір, бұл менің нәтижелі сабағым, сіздерге өздеріңіздің алып қосарларыңыз бар ма? Және де бұл менің әдіс тәсілімді өздеріңізге ұсынбақпын, және осы әдісімді қолдансаңыздар. Менің түсінгенім, енді бұл әдіс бойынша жалпы балаларды жетелей отырып жеткізу болып тұр ғой. Яғни балалардың өз ойын еркін жеткізуге, функционалдық сауаттылығын қалыптасуына мұғалім басынан бастап жетелеу. Мен түсінген бойынша солай сияқты. Жетелей отырып, олардың өз ойын тәуелсіз, ең соңында тәуелсіз жеткізуіне мүмкіндік беру. Солай болып. Бұл тәсіл өте жақсы екен. Мен енді сабақтарыма қолданамын деп ойлаймын. Жақын арадағы даму аймағы тұжырымдамасына негізделген сол жері де өте жақсы екен. Сосын төңкерілген сабақ ретінде де алуға болады. Балалардың бұрынғы білетін білімдерін пайдаланып, жаңа сабақта ашуға да жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Скаффолдинг әдісі енді оқушыларға функционалдық сауаттылығын дамыту үшін де, олардың тілдік дағдыларын жетілдіру үшін де, және олардың өз ойларын анық толық жеткізуіне өте жақсы пайдалы әдістердің бірі деп ойлаймын. Өз сабағыма қолданамын.